Құрметті тыңдармандар, біз сіздермен бүгін нарық түрлері тақырыбын қарастыратын боламыз. Жалпы нарық құрылымына қарай нарықтың 4 түрі белгілі. Және бұл нарықтағы фирмалар саны да әртүрлі болып келеді. Егер де нарықта бір фирма қызмет атқаратын болса, бұл нарық түрін біз монополия деп атаймыз. Мысалы үшін, белгілі бір қаладағы сумен қамтамасыз ету жүйесі. Егер де нарықта бірнеше фирма қызмет ететін болса, бұл нарық түрін біз олигополия деп атаймыз. Мысалы үшін, мобильді байланыс қызметін көрсететін компаниялар. Қазақстан территориясында бірнеше фирма мобильді байланыс қызметін ұсынады. Мысалы үшін, Актив, Кейсел, Билайн компаниялары. Егер де нарықта фирмалар саны көп болатын болса, бұл нарық түрін біз монополиялық бәсеке деп атаймыз. Және монополиялық бәсеке нарығындағы фирмалар ерекше тауар түрлерін өндіреді. Мысалы үшін, кітап өндірісі. Жылда кітап дүкенінде сіздер әртүрлі бағамен, әртүрлі сападағы, мазмұны әртүрлі кітаптарды, ерекше кітаптар түрін таба аласыздар. Келесі фирма саны көп нарықтың түрі ол жетілдірілген бәсеке нарығы. Жетілдірілген бәсеке нарығының монополиялық бәсеке нарығынан ерекшелігі жетілдірілген бәсеке нарығында фирмалар бірдей тауар түрін сатады. Мысалы үшін, бөтелкедегі су. Бөтелкедегі суды өндіріп сататын фирмалардың нарықтық бағасы әдетте бірдей өзара ұқсас болады.